Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында өте оңай аяқ киімді қалай оңай жолмен ағартуға болатынын көрсетемін. Видеомды соңына дейін көріңіздер. Біздерге бір ас қасық ас содасы керек болады, және де бір ас қасық тіс пастасы керек болады, және де бір ас қасық жаңағы посуда жуатын средство дейді ғой, сондай керек болады. Енді бүкіл массаны жақсылап бір араластырамыз. Енді кірлеген аяқ киімімізді керек емес тіс щеткасымен бүкіл жеріне тигізіп жуып шығамыз. Бүкіл осы ақ жерлеріне тигізіп, мынандай материал болсын, бүкіл жер ақ жерлеріне осылай тигізіп шығамыз. Және де бүкіл жеріне тигізіп болғаннан кейін стиральныйда бір жуып алсаңыздар болады, немесе құр жаңағыдай тряпкамен бір сүртіп шықсаңыздар өте оңай, еш қиындықсыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Негізі стиральныйға салмасаңыздар да, тряпкамен бір сүртіп шықсаңыздар өте әппақ болып шығады, новийден алғандай болып шығады. Міне достар, аяқ киіміміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай тап-таза болып шыға келді. Сіздер де осы лайфхакты қолданыңыздар. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.